Қайырлы күн, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін менің каналымда мынадай өйпек-байдың классический рецепті. Менімен бірге болыңыздар. Қажетті ингредиенттердің мөлшерін описанияға жазып кетемін. Ең бірінші май мен шоколадымызды ерітіп аламыз. Мен водяная баняда еріттім, бірақ микроволновкада да ерітуге болады. Енді 4 тұқымымыз бен қантымызды миксерлеп аламыз. Достар, каналымда бірінші рет болсаңыз, каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, видеоны соңына дейін қараңыздар. Және тағы да көптеген рецепттерден құр қалмас үшін колокольчик басып кетуді ұмытпаңыздар. Рахмет. Қантымыз ерігеннен кейін жаңа май мен шоколадты 1 минуттай суытып, үстіне құямыз. Тағы да миксерлеп араластырамыз. Енді үстіне құрғақ ингредиенттеріміз, яғни ұнымызды, қопсытқышымызды және какаомызды араластырып саламыз. Тағы да жақсылап араластырамыз. Сұйық қамырымыз дайын. Енді пергаментімізді дайындаймыз. 4, 5 немесе 6 корж шығу керек. Менде 6 корж шықты шоколад. Қалыңдатсаңыз 4 корж шығады. Осылай етіп пергаментке жағып, әр коржымызды 5 минут пісіріп аламыз духовкада. Әр коржымызды пергаменттен босатып, кальциямен тегістеп аламыз. Менде 6 корж шықты, 5 коржды тортқа салдым, 1 корждан трайфл жасадым. Оны алдыңғы видеолардан көре аласыз. Енді кремін дайындаймыз. 33-35% сливки аламыз. Аздап миксерлаймыз. Үстіне сахарный пудра немесе қант саламыз. Оның үстіне творожный сыр және маскарпоне саламыз. Немесе творожный сырдың өзін көбірек салуға болады. Тағы да миксерлаймыз. Креміміз дайын. Енді кремімізді кондитерский мешокқа салып дайындап алып, насадкасымен тортымызды жинақтаймыз. Бірінші коржымыз салмастан бұрын азын шоғын крем жағамыз, яғни коржымыз қозғалмас үшін. Одан кейін мынандай етіп кремімізді жағып, әр коржымызды салып, үстіне кремін жағып әдемілейміз. Үстіне тағы да шоколад пен майды ерітіп канал жасап құямыз. Тоңазытқышқа 1 сағатқа қоя тұрамыз. Енді тортымызды әдемілейміз. Мен 2 клубника мен 2 финики шоколаде алып декорладым. Мінекей өйпек-бай тортымыз дайын болды. Енді қазір кесіп көреміз. Кескенде өте жұмсақ және биік, ал дәмі тіл ерер.
мінекей өпей-пай тортының классический рецепті және ең оңай жолы осы. Сіздермен бірге болған сиқырлы тағам каналы және мен Дана. Астарың дәмді болсын.